Бұл өте маңызды. Хакім абай айтады, мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең. Мықты болсаң, өзіңнің нәпсіңді жең деген. Пайғамбарымыздың хадисі бар ғой. Мықты адам біреуді ұрып жыққан адам емес, бәлки ашуы келмеген кезде өзін өзі ұстай берген адам деген. Құранда Алла айтады: "Ва куллил муъминати яғдудна мин абсарихинна ва яхфазна фуружахунна ва ла юбдина зинатахунна илля ма захара минха." Мүмін әйелдерге арамға көз салмасын, тәндерін зинадан сақтасын, сондай-ақ еріксіз көрінетін жерлерінен басқасын жауып жүрсін деген. Бұл дүние пенде нәпсісі қызыққан күнәлі істерден өзін ұстай білсе, оның дәрежесінің артуына, бақытты өмір сүруіне себеп болуымен қатар Алланың берімімен жәннатта жеткізеді. Ардақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: кім маған екі нәрсенің жағының арасындағы мен екі аяғының ортасындағысына кепілдік берсе, мен оған жәннаттан орын кепілдік беремін деген хадисті имам Бұхари айтқан. Іздесек, Құран Алла айтады: "Инналлазина аттақау иза массахум таифун мина шайтан тадаккару фа иза хум мубсирун." Тақуалар, олар сондай бір топ шайтан келіп оларды азғыруға келген кезде тадаккару дейді, олар бірден еске алады дейді. Алланы еске алады дейді. Алланы еске алып қалады екен да бірден. Тадаккару фа иза хум мубсирун. Алланы еске алады да олар қыраға дейді, қыраға. Қыраға деген әр уақыт ояу деген сөз бар. Міржақып Дулатұлы оян қазақ деген секілді жасаған ғой мысалға. Ояу жүріңіздер, ертең қалмаңыздар деген. Сөйтіп айтса, Али радиаллаху анху айтқан екен, адам баласының барлығы ұйқыда деген. Ғабылдықта, ұйқыда. Өлген кезде ғана оянады деген. Ал өлмей тұрып оянған адам қандай болады? Ол қырағы болады да. Мына мен шайтаннан, ол азғыру шайтаннан. Байлық, мұсылман адам бай болу керек. Бірақ қай жағынан бай болу керек? Қолындағы байлық болу керек та, жүрегіндегі емес. Жүрегінде иманның байлығы болу керек. Мәселе осында отыр ғой. Мүлік сіздікі болу керек, сіз мүліктікі емес. Біреудің қолындағы қызық, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, екі нәрседе ғана қызғану бар. Біріншісі, Алла Тағала мал мүлік беріп, сол мал мүлкін Алланың жолында жұмсаған адамға қызғануға болады. Алла Тағала бір адамға білім беріп, сол білімін Алланың жолында жұмсаған адамға не болады деген? Қызғануға. Қалған қызғаныштардың барлығы ол не? Сіздің нәпсіңіз сайрап тұрған да. Менде де болса екен. Бірақ дүниенің сондай құнсыз екендігінің дәлелі қолдан қолға өте беретіндігінде. Әр адам пайдаланады да келесі адамға береді. Ол адам пайдаланады да келесі адамға береді. Осы мен дүниені қолыма алып, ақыретке алып кеттім немесе толық пайдаландым деген нәрсе болады ма? Мысалы, қолыңызға айлық түсті дейік. Бана 200 мың, 300 мың деген түсті. Айдың соңында жоқ қой ол. Қолыңызға қалып тұрған жоқ қой. Ол несиені басқа біреуге пайдаланып, ол аяққа пайдаланып кете беріп жатыр да көрдіңіз бе? Иә, біреу өзінен артық дүниесі болып бағанағыдай жатқан шығар. Бірақ оны мәнді ұстап тұра қойды ғой. Дүниенің опасыздығы уақытша екендігін және оның құны кез келген адам пайдалана беретіндігіне. Кәрі адам да пайдалана береді, жас адам да пайдалана береді, ақылды адам да пайдалана береді, ақымақ адам да пайдалана береді. Көрдіңіз бе? Қолдан қолға өте береді. Қолдан қолға өте беретін нәрсенің құны бар ма? Шынайсыздық болмағаннан кейін. Мәселе сонда да қолда болу керектігінде оқырматтағылар. Бізбен сіздерге айтпақпыз, дүниеміз осында. Жүрегіңізде болатын болса, сізде ұстамдылық болмай қалады. Сіз жан дүниеңізбен неге осы дүниеге кіріп кеткеннен кейін қолда ақырет болмайды. Қолыңызда дүниені ұстаңыз да, жүрегіңізде ақырет ұстаңыз. Аллах Тағала берген нәрсені ақыретке жұмса да, бұл дүниедегі несімен ұмытпа деген Аллах Тағала. Сол себептен осы нәрсені адамдардың еш нәрсе сұрамайтынына кім маған кепілдік берсе, алса мен де ол адамның жәннатқа кіретініне кепілдік беремін. Құранда Аллах Тағала былай дейді: өзін Алла жолына басыбайлы бағыштаған кедейлерге беріңдер садақаны. Олардың ар-намысы мен ұстамдылығына қарап, жағдайынан бейхабар адам оларды байқуатты деп ойлап қалуы мүмкін. Уа Мұхаммед, алайда сен оларды ибалы жүздерінен ақ танисың. Олар
елден еш нәрсе сұрамайды. Игі жолда қайыр садақа ретінде не берсең де Алла оны біледі. Қайыр сұрап, біреуге жалғышты болғанша, жаманатты болғанша, құрметті ағалар, несеміз керек еді? Алладан сұрауымыз керек. Алла өзі жеткізеді барлығын. Расында әрекет етсеңіз болды, берекеті Алладан.